Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен өте ерекше, әдемі, нәзік, сондай қараңыздар, воздушный косметичка жасап үйренетін боламыз. Іші барлығы өте сыйымды қараңыздар. Ішіне барлық косметикаларыңыз сыйып кетеді. Орын деген қаншама. Іші барлығы сапалы өңделетін болады. Кез келген түрінен жасап, кез келген принттарды жапсырып, дәл мерекелерде достарыңызды қуансаңыздар болады. Қараңыздар, прям воздушный, нежный болып шығады. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Осы әдемілікті бірге жасайық. Ал қыздар, ең алдымен лекалын сызамыз. Ол үшін бізге A4 форматы керек. Мінекей, осы A4-ті аласыздар да тең ортасынан бүктейсіздер. Тең ортасынан бүктеп алдыңыздар. Ендігі кезекте астынан 11 сантиметр өлшеп аласыздар. 11 сантиметр өлшейміз. Содан кейін жанынан тағы да 3 сантиметр өлшейміз. Сонда барлығы 14 болып тұр. Енді осы жерден үстіне 3 сантиметр көтересіздер. 11 сантиметрден мына жерге 3 сантиметр көтересіздер. Сосын мына жерден 3 сантиметрді түзу болу үшін белгілеп алыңыздар, нүкте қойып. Осыған қосамыз. Артқа қартай, 3 сантиметр. Бұл жерді біз кесіп алып тастайтын боламыз. Бұл бізде косметичканың астыңғы жері болады. Содан кейін үстіне қартай 18-де 5 сантиметр көтересіздер. 18-де 5 сантиметр көтеріп алдық. Енді осы нүктемен мұна нүктені доғал етіп қосасыздар. Осылайынан. Әдемілеп, аккуратно. Мына жерді, қосылған жерін түзу қылыңыздар. Себебі қиған кезде қисық болып кетеді. Негізі егерде үшкір болып кетуі мүмкін. Осы жерді сәл түзулеп алсаңыздар, сонда плавный болады, нежный болып шығады. Енді осыны, осы лекалды қиып аламыз. Ал қараңыздар, аштым. Сол кезде бұл бізде косметичканың бір жақ бөлігі. Біз осыдан екінші бетінде жасаймыз. Енді өлшеуге мен қазір белгілеп кетейін, қанша сантиметр екен. Мына астыңғысы, мына жер. Барлығы 22 сантиметр. Мына кішкентай жерлер 3 сантиметрден, екеуі 3 сантиметр. Ал мынау толығымен 28 сантиметр. Ал мына жеріміз 18-де 5 сантиметр. Дәл осы лекалды құрастырып аламыз да, матамызды дайындаймыз. Ал қыздар, лекалды дайындап алдық. Ендігі кезекте матамызды қараңыздар. Менікі негізгі беті велюр матасынан, турецкий велюр. Бұның ұзындығы 39 сантиметр. Ені 31 сантиметр. Бұл сәл артығымен қараңыздар. Біз лекалды қойған кезде, бетеміз біреу, сосын тағы да бір жеу қоямыз. Мына артық сәл 1-1 сантиметрден шеттерінен болсын. Қазір белгілеп кетемін, бұлайнан 39 және де 31 сантиметр. Негізгі бөліктен. Содан кейін дәл сондай размерде подкладтан дайындайсыздар. Подкладтан дайындайсыздар. Және де ішіне синтепон аласыздар. Мендегі синтепон 2 сантиметрлік. Бұны біз үтіктеп аламыз. Қазір көрсетемін қалай үтіктеу керек екенін. Бұны біз басуымыз керек. Сәл қатайтуымыз керек. Ал ендеше үтікке барайық. Ал қыздар, синтепонымызды осылай қойып аламыз. Үстінен қандай да бір мата төсеңіздер. Мен марлыны қоям. Енді осыны жақсылап пармен үтіктейміз. Ал қыздар қараңыздар, синтепонымыз қандай болып қалды, бұл бізде ыстықтың көмегімен басылды. Енді бұны біз косметичкаға қолдан аламыз. Осылайынан үтіктеп аласыздар синтепонды. Ал қыздар, синтепонымыз барлығы дайын. Енді осының бетіне негізгі матаны қоямыз. Негізгі матаны қойып алыңыздар. Содан кейін арғы бетке айналдырып, подкладты қойыңыздар. Бірінші подкладты қойсаңыздар, синтепонның арт жағынан көрінбейді.
ненің негізгі мата қай жерде тұрғанын. Сондықтан бірінші негізгі матаны қойып алыңыздар. Ал мінекей мынаны қойдық. Енді қайтадан бергі бетіне айналдырып аламыз осыны. Хоп. Ал мінекей. Енді дәл болды. Енді осыны түйреп аламыз. Ал міне қыздар, түйреп алдық. Енді осыны сырамыз. Мен мінекей мына линейканың көмегімен сырамын. Себебі косметичка сәл размері кішкентай болғандықтан, оның сызуы да кішкентай әдемі көрінеді. Енді осыны сызамыз. Ал міне қыздар, сызып алдым. Енді осының бетін сырып тігеміз. Ал ендеше машинамызға барайық. Ал қыздар, мінекей енді қазір осыны толығымен сырып шығамыз. Ешқай жерінде закрепка ештеңе жасамайсыздар, керек емес. Бұл жерде себебі закрепка. Тек ұзын-ұзын тігістермен тігіп сырып шығамыз. Ал қыздар, мінекей толығымен сырып алдым, қараңыздар. Подклад и негізгі бөлік. Енді осы негізгі бөліктің үстіне лекалымызды қойып сызып аламыз. Мінекей лекалымызды сызып алдық. Енді осыны қиып аламыз, қыздар. Ал не, қыздар, қиып алдым, я. Енді мынаны шетінен бір тігіспен тігіп шығамын, айналдырып. Себебі біз жаңа қиып тастадық қой. Бұл жерде жіптер сетінеп кетуі мүмкін де, сондықтан да сапалы болу үшін осыны бір айналдырып шығып бір тігіп аламыз. Ал қыздар, қараңыздар, шетін барлығын айналдырып шықтым. Енді осыны үтіктеп алам, мына ішкі жағынан. Велюр жағынан емес, мына ішкі жағынан үтіктеп алам да. Содан кейін менде осыны термонаклейка бар. Соны тең ортасына осылайдан жапсырып аламын. Кез келгенін алып жапсырсаңыздар болады. Ою, қазақша нақышта. Менде осы бар екен. Осыны қазір жапсырып алам. Ал қыздар, мінекей үтіктеп алдым, жапсырып алдым. Ендігі кезекте мына шеттерін косая бейкамен өңдейміз, қараңыздар. Кәдімгі косая бейкамен өңдесеңіздер де болады, егер матаға түсі дәл келсе. Мінекей матаға түсі келсе, менің жағдайымда сәл бұл ашықтау. Сондықтан да мен негізгі велюр матасының өзінен косая бейка қиып алдым. Мінекей қараңыздар, созылады, көрдіңіздер ма? Созылатын жағын қиып аласыздар ұзын етіп. Былайынан созылмайды, тартсаңыздар. Мінекей былай қолдарыңызбен тартсаңыздар созылады. Негізгі велюр матасынан мінекей қиып алдым. Енді осыған тігіп шығам айналдырып. Ал қараңыздар, мінекей тігіп алдым бейканы. Енді осыны арт жаққа осылай айналдырамыз, ішкі жағына. Мінекей қараңыздар, тігісі қандай әдемі түседі. Енді осы кезде қараңыздар, бейканың шетін сәл қайырып, мына жердегі жаңағы тіккен тігісімізді сол жабу керек. Мінекей. Осылайынан жабу керек. Осыны түйреп аламыз. Осылай алып, мінекей тігісін жауып, осылайынан түйреп аламыз. Дәл осыны айналдырып түйреп шығасыздар. Ал міне қыздар, толығымен түйреп шықтым, қараңыздар. Енді тігіс түсіреміз. Тігісті мінекей осы сызықтың бойымен айналдырып шығасыздар. Ал міне қыздар, қараңыздар. Ешқандай артық тігісі көрінбейді, әдемі өңделді. Мінекей ішкі жағы дәл осылайынан мына екінші жағында қайталайсыздар. Ал қыздар, мінекей қараңыздар, толығымен екі бейканы да әдемілеп отырып тігіп алдық. Мінекей ешқандай тігісі көрінбейді артығы. Ендігі кезекте замок тігеміз. Бізге
60 сантиметрлік замок керек. Бірдей қылып алсаңыздар болады, немесе контраст етіп алсаңыздар болады. Менікі мынандай потайной замок қой. Мінекей. Енді осыны қазір осыған тігеміз, қараңыздар. Ол үшін түйреп аласыздар, немесе пішіп алыңыздар инемен. Мінекей мынадан сәл алдына қарай артығын шығарамыз. Сосын замогымызды ашамыз толығымен. Дәл мынаның бойымен, мінекей косметичканың шеткі бойымен мына замокты бірдей етіп түйреп аламыз, орналастырамыз. Міне қыздар, түйреп алдық. Енді осы бағанағы іздің бойымен тағы бір тігіс түсіреміз. Ал қыздар, мінекей бір замокты тігіп алдық, мінекей қараңыздар. Ендігі кезекте осының астымен 1 мм тағы да бір түсірсеңіздер болады, беріктігі үшін. Немесе осылайнан да қалдыра берсеңіздер болады. Өте мінекей жақсы ұстайды. Мінекей қараңыздар, тігіс ештеңе көрінбейді. Ендігі кезекте замогымызды жабамыз. Енді мына басталған жерін белгілеп аласыздар, қай жерде екенін. Мына бас жағынан да дәл солайнан белгілеп аламыз. Мінекей белгілеп алдық. Енді қайтып замокты ашып, екінші жағына дәл солайнан түйреп аласыздар. Осыны теңестіріп, осымен түйреп алып, бір тігіспен тігіп аламыз. Ал міне қыздар, қараңыздар, тігіп алдық замокты. Ендігі кезекте бізде тек табандары қалды. Ол үшін замогымызды ашамыз ортасына дейін жартылай етіп. Ішкі бетке айналдырамыз. Мінекей мына жерде тең ортасын белгілеп алыңыздар. Осы тең ортасына, алдыңғының тең ортасын әкеп түйреп аламыз. Енді осы жерден тігіс түсіреміз. Замоктың үстінен бірнеше рет қайтара тігесіздер. Артығын алып тастаймыз осылайнан. Мінекей табанымыз тігілді. Енді осы жерді косая бейкамен өңдеп жібереміз. Мінекей осылайнан тігіп аламыз тағы бір мәрте. Ал мінекей қыздар, тігіп алдым, алдынан сәл артығын алып тастаймын. Сәл көп шығып тұр менде. Алдынан және мына жағынан да. Қалғанына темейім, себебі ол бізге қайыруға керек. Енді осыны бірінші шетін қайырамыз. Одан кейін үстінен қайырып, артқа бір қайырамыз. Сол кезде мына жаңағы жүріп өткен тігісіміз жабылады. Мінекей осыны түйреп аламыз. Ал міне қыздар, түйреп алдым, Енді тігісті осы сызықтың бойымен беремін, және де замоктың жанынан тағы да бірнеше рет тігіс жүргіземін. Ал қыздар, мінекей қараңыздар, шетін барлығын әдемілеп өңдеп алдық. Ендігі кезекте мына жағы қалды, бас жағы. Ол үшін замокты толығымен жабасыздар. Сосын бұл жерде де белгілеп аласыздар, қай жерге дейін екен. Сосын жаңағыдай тең ортасын тауып, дәл осылайнан қайталаймыз. Соңында косая бейкамен өңдейміз. Содан кейін мінекей белгілеп алдық қой.
Иә, міне ортасын, замокты. Енді замокты сәл ішке қартай ашып алыңыздар. Себебі бізге арғы бетке айналдыруға керек қой. Ал мынаны тек түйреуішпен тең ортасына түйреп аласыздар, мінекей, белгіге дейін. Осылайынан белгімен ғана түйреп алып, тігіс түсіресіздер. Замоктарыңыз мына бас жағында қалып қоймасын. Әйтпесе арғы бетке айналдыра алмай қаласыздар. Ал мінекей қыздар, әдемі, ерекше, прямо зефирный, қараңыздар, жүп-жұмсақ, нежный косметичкамыз дайын болды. Қараңыздар, ішкі жағы барлығы 100% сапалы өңделді. Мінекей қараңыздар. Дәл осындайды сіз де жасай аласыз. Наурыз кезінде, туған күндерге жасап, туған туысқандарды қуантыңыздар. Ал ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған өнерлі ана келесі сабақта кездескенше.